Сәлем достар, қалайсыңдар? Бүгін сендермен өте қызықты видео болады. Бүгін біз YouTube'дағы екі танымал арнаны салыстыратын боламыз. Бірі Roblox ойнайтын Мощный Пердебек. Осылай ағаштарды шауып достар наңғарыңдар. Ағаштарды және Roblox қана ойнамай Гренни бүкіл ойнайтын Ali KZ. Бакис дей ма? Бакис рар екен достар. Бұл жай ғана салыстыру емес, біз 10 турдан тұратын нағыз батл жасайтын боламыз. Әр турда нақты критерий болады. Және әр турда ұпай береміз. Соңында кім мықты көреміз. Сондықтан осы видеоны соңына дейін көріңдер. Себебі қорытындысы өте мықты болады. Және екеуі өлең айтып жарысатын болады. Қызықты пікірде болады. Ал кеттік. Кеттік емес достар, егер сізге Ali KZ пен Пердебек ұнаса, арнаға жазылып лайк басып кет. Осындай ютуберлер менің каналымда шығып тұрады. Бірінші тур әрине ең қарапайым, бірақ маңызды нәрсе – подписчик саны. Пердебек арнасында шамамен 328 подписчик бар. Бұл жаман емес, өте жақсы көрсеткіш. Ал Ali KZ арнасында 3 миллион аса подписчик бар. Яғни айырмашылық өте үлкен. Бұл турда сөзсіз Ali KZ жеңеді. Ұпай 0-1. Екінші тур. Видео саны. Келесі тур қанша видео жүктелген туралы. Пердебек шамамен 200 видео салыпты. Ali KZ 1400 астам видео бар екен. Бұл жерде тәжірибе мен еңбек көрініп тұр. Ali KZ көптен бері контент жасап келеді. Ұпай тағы да Ali KZ-ге кетеді. Контент сапасы. Бұл жерде монтаж, дыбыс, визуал бәрі есепке алынады. Пердебек қызықты, кәсіби деңгейде қарапайым. Ali KZ-те кәсіби деңгейде сапасы жоғары. Бұл ұпайды Пердебекке береміз. Креатив және идея. Бұл жерде идеяның ерекшелігі маңызды. Пердебек кейде өте ерекше идеялар табады. Ali KZ трендке жақсы бейімделген. Бірақ жалпы алғанда креатив тұрақты түрде Ali KZ-те жақсырақ. Обложка. Бұл өте маңызды. Себебі көрермен алдымен обложканы көреді. Пердебекте эмоция көп, қызықты көзге түседі. Ali KZ сапалы, бірақ кейде стандарт. Бұл жерде Пердебек жеңеді. Қаралым. Видео қанша қаралады? Пердебек 80 мыңнан 200 мыңға дейін. Ali KZ жиі 100 мыңнан астам. Бұл жерде аудитория үлкен болғандықтан Ali KZ алда. Аудиториямен байланыс. Кімді фанаттар белсендірек? Пердебек жаңа аудитория, бірақ белсенді. Ali KZ болса үлкен фан база. Бұл жерде тағы да Ali KZ-ге беретін боламыз. Өсу потенциалы. Бұл өте қызық тұр. Пердебек өсіп келе жатқан канал. Ali KZ уже үлкен. Яғни болашақта Пердебек қатты өсіп кетуі мүмкін. Бұл тур Пердебекке. 9-шы тур. Тұрақтылық. Видео қаншалықты жиі шығады? Ali KZ-те тұрақты, ал Пердебекте сиректеу. Сондықтан бұл тур Ali KZ-ге. Танымалдылық. Кімнің стилі ерекше? Пердебек өзінің стилі қалыптасып келеді. Ali KZ трендке жақын. Бұл жерде Пердебек жеңеді. Жалпы есеп 6-4. Ali KZ тәжірибелі үлкен канал, тұрақты контент, ал Пердебек болса жас, бірақ өте перспективді. Болашақта Пердебек қатты өсіп, үлкен конкурент болуы мүмкін. Достар, енді Ali KZ пен Пердебектің өлеңін тыңдайық. Достар, лайк басып арнаға жазылыңдар. Осы музыканы тыңдай беріңдер. Осы видеоға 100 мың қаралым жинап, 5 мың лайк, 10 мың лайк жеткізіп тастайық. Бұл Ali KZ, менің подписчиктерім күшті бәрі бізде. Видеоларым кетеді жарқырап түнде. Но не KZ, сен маған жет алмайсың май. Бұл Ali KZ, менің подписчиктерім күшті бәрі бізде. Видеоларым кетеді жарқырап түнде. Но не KZ, сен маған жет алмайсың май. Бұл Ali KZ, менің подписчиктерім күшті бәрі бізде. Видеоларым кетеді жарқырап түнде. Но не KZ, сен маған жет алмайсың май. Пердебек мықты ютубер, фрефа Роблоксты сиреді. Пердебек сила.
Пердебек мыкты тубер Free Fire Roblox түсер едік Пердебек